Әже, не қарап отырсыз? Күнтізбе қарап отырмын. Ертең аптаның 2-ші күні сейсенбі екен. Бұл күн ауыр күн деп есептеледі. Ауыр күн? Әже, күн қалай ауыр болады? Апта күндерінің салмағы жоқ қой. Құлыным, бұл сөйлемде ауыр күн тіркесі ауыспалы мағынада қолданылып, сәтсіз күн деген мағынаны білдіріп тұр. Солай ма? Әже, маған тура және ауыспалы мағыналы сөздердің мағынасын ажыратып, сөйлеу барысында қолдануды түсіндіріңізші. Жақсы, алдымен сөздің тура және ауыспалы мағынасын есімізге түсірейік. Дана, сөздің тура мағынасы дегеніміз не? Сөздің затты немесе құбылысты атап білдіретін мағынасы тура мағына деп аталады. Өте дұрыс. Ал енді сөздің ауыспалы мағынасы деген не? Ауыспалы мағына тура мағынадан өрбейді. Ауыспалы мағынаның жасалуына бір зат пен екінші бір заттың, бір құбылыс пен екінші бір құбылыстың ұқсастығы негіз болады. Жарайсың. Енді мысал ретінде мына мақалға қарайық. Түзу ағаш үйге тіреу, түзу жігіт елге тіреу. Бұл сөйлемде тіреу сөзі біріншісінде тура, екіншісінде ауыспалы мағынада қолданылған. Маған бірнеше сөз тіркестерін айтыңызшы, ал мен мағынасын ажыратып көрейін. Терең көл, терең ой, ашық мінез, ашық терезе, өткір көз, өткір қайшы. Тура мағынадағы сөз тіркестер терең көл, ашық терезе, өткір қайшы. Ауыспалы мағынадағы сөз тіркестер терең ой, ашық мінез, өткір көз. Ақылды немерем, бәрін де таптың. Рахмет, әже.